Бағанадан бері оның әңгімесін зейін қоя тыңдап үнсіз отырған отағасы: Қарабайталының хикаясы осылайды деп ойланып отырып барып сөзін қайта жалғады. Егерде қара биең осы жолы табыла қалса, қайтып қоңыңнан шығара көрме. Не соғымға сойып қызығын көргенің, не сатып кәдеңе жаратқаның жөн. Әйтпесе ол бие болып саған өсім беріп жарытпайды. Бұл жылқы деген жануар ең сезімтал да қасиетті мал. Айғырлар өз тұқымынан туған ұрғашысын үйірінен қуып шығарып жібермей ме? Басқа ешқандай мал олай істемейді. Ал сенің байталыңды айғыр біткеннің жолатпай жеритіні оның сиыр уызымен ауызданғандығында болған. Демек онан сиырдың иісі шығып тұрады. Ондай иіс бекершілікте біліне қоймайды да күйті келген кезде бұрқырап шыға келеді. Оны айғыр бірден сезеді. Көрдің бе, атаңа нәлет ұрылар байталыңды жерге түсе сала жетім қылып тастағанымен қоймай, жануарды өмірлік қасіретке батырып кеткен. Егерде сен жас құлынды сиыр сүтімен емес, бие сүтімен асырағанда мұндай болмаушы еді. Бірақ бастарың жас, білмейсіңдер ғой. Өмірде көргеніңнен көрмегенің көп деген осы. Қашанда естеріңде жүрсін. Мал болсын, адам болсын, ана уызы, ана сүтінен артық қасиетті нәрсе жоқ. Әсіресе ана емшегіндегі ең алғашқы уызға тойған бала да төлде бойына өмірлік нәр қуат жинайды екен. Сары уыздың нәрестенің қанына тарап, тіпті сүйегіне сіңсе керек. Қазекең сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді дегенді Беталды айта салмаған. Кейбір жасында анадан жетім өскен адамдарды ақ сүтке аузы жармаған неме деп тілдеп жататыны да сондықтан. Ана сүтін ақтады деп алқап, ақтамады деп қарғап сілеудің өзі осынау ақ сүттің ғажайып құдіретіне байланысты. Ойлашы өзің, анаңды Меккеге жаяу арқалап барып қайтсаң да ақ сүтінің қарызын өтей алмайсың деген тәмсіл сөзден қандай баға болмақ. Бұрын қазақтың әйелдері нәрестесін келесі баласына жүкті болғанша емізетін. Тіпті кейбір сарғарын бәйбішелер баласы 3-4 жасқа келгенше әрегедік сорғызып жүрмеуші ме еді. Ол кездегі адамдардың денесі шымыр, тұлғасы қандай кесек дейсің. Осының бәрі ана сүтінің құдіретіне байланысты болса керек. Қазір ғой, жас сәбиді жастан асырып емізгенді қойып мүлде тастап кетіп жатқан аналар жайлы естігенде төбе құйқаң шымырлап, жаның түршігеді. Ана уызын ембеген мал екеш малдың өзі мынадай күй кешіп жатқанда тастанды балалардан болашақта қандай білікті азамат шығады, білмеймін. Әйтеуір қазаққа мүлде жат қылық деп отағасы ақсақал енді бір сәт ақ жолға көз қиығымен қарап қойып еді. Оның бет әлпетінен аса бір мұңлы реніш іреңін байқады. Мал көзі ыстық деген осы. Неше жыл бағып қаққан адал еңбегі айдалада біреудің аузына түсіп кетсе қапыланбай қайтсын деп ойлаған ақсақал, шайыңды іше отыр, дастархандағы дәмнен ала отыр деп қайта-қайта бәйек бола берді. Ал ақ жол ғой бағанадан бері мүлде өз ойымен оңаша қалған. Алдындағы астан тәбеті қайтып, жүрегінің запыраны қозғалғандай бөлекше бір мазасыз күйге түсе берді. Осылай отырып ас қайырып бола сала тезірек аттанып кетуге қамданған оны тағы да ауланың есігін ашып шығарып сап тұрып, аға, сау болыңыз, жолыңыз болсын деген келіннің жылы шырайы ғана бір сәтке болса да ой тұманын сейілтіп жібергендей болды. Осындай келіннің қамқорлығында отырған қандай бақытты қар еді ойлады іштей. Желе аяңдап келе жатып, соңғы кездің жастары бұзылып бара жатыр деп сәуегейсейтіндердің аузына құм құйылсын сірә. Қазақтың ұл қыздары бұзылған жоқ, тіпті де бұзылмайды. Өйткені олардың көлдей көңілімен дариядай пейілі Қазекемнің жаралғаннан бергі қанына сіңген қасиет. Ақжолдың шым-шытырық ой тұманы енді бір сәт Қарабайталға қайта ойысты. Осы жолы көзіне бір түссе қайта қолынан шығармастаяқ болып келеді. Өз ой қысқа дейін әлі де жемдеп семірдіп, қар түсе бере соғым іздеп сабылатын қаланың байларына пұлдап сатпақшы. Алла жазса келесі көктемде келін келеме деген үміт те бар. Онымен қоса ұлдың университет бітіріп әкелетін дипломының қуанышы тағы тұр. Құдай қаласа қат-қабат қуаныш. Бұған да тәуба, отқа қарап қара суға телміріп отырғанымыз жоқ. Асып төгіліп ата-тағыңды елге жаймасаң да шарағатты бір той өткізу ата-анаға парыз емес пе? Осы тектес тәтті қиялдармен Ақжолдың бір сәтке болса да жаны жай тауып Қарабайтал табылып қалар деген үміт оты оны маздай түскен еді.
Үйге қайтқан бетте астындағы қарагердің де кеудесі жібісіп, адымы ашылып бара жатқандай сыпыра желіспен жүйткіп келеді. Кенет Ақжолдың өкпе тұсынан бірі ұшып, бірі қонып бір жерде айқұш-ұйқыш айқасып жүрген құстар тобырын байқап ат басын солай бұрды. Сол сәт жемтікке үймелеп жатпасын деген суық ой сап ете түсті де қарагерге қамшыны басып құны-перен шапты. Жұлдыздай ағып лезде жетіп келген ол ойлағанындай Қарабайталының жемтігінің үстінен түскен еді. Жемтік дейтіндей де жарытымды ештеңе жоқ, бей-берекетсіз шашылған қан-жын қалай болса солай іреліп, тілім кесіліп тасталған тері мен бас сирақтар ғана көрінеді. Қапелімде жетіп келген атты адамнан дүркірей үріккен қарға сауысқандар далып-далып ұшып, тұмсығы тиген жас жемтіктен ұзап кете алмай айналасындағы ағаш бұтақтарына қонып жатыр. Атынан апыл-ғұпыл секіріп түскен Ақжол жерде жатқан басты бірер аударып төңкеріп көре салып, кейін шегініп кетті. Қамшылар жақ құлағының алдындағы ойығыны, қасқа маңдайдың қақ ортасындағы болымсыз ақ орайы дәл Қарабайталдың өзі екенін айна-қатесіз әйгілеп тұр. Атаңа нәлет хайуандар деп кіжініп қолындағы қайыс қамшысымен жерді осып-осып жіберді. Қайран жануарым, сені анаңның ақ сүтінен айырғанда осы хайуандар емес пе еді әкеңнің? Лағынет деп жерге түкіріп жіберіп, қарагерге міне сап шаба жөнелгенін өзі бастабында байқамай қалғанды. Ашу ызадан жарылардай болып құны-перен құйындатып келе жатқан оның жан жүрегін соңғы кезде жегідей жеп жүрген мұздай суық бір ой қайтадан сап ете түсіп, тікенекше қадала кеткендей болды. Бағанағы отағасы Ақсақалдың айтқан әңгімесінен кейін осы бір сумаңдаған сары уайым бұрынғысынан да ушыға түскен. Тіпті жаңа ғана жемтігін көзімен көріп аттанған Қарабайталдың өзін лезде ұмытып кеткендей болды. Әрегідік мал ғой, малдың орны толар деп өзінен өзі кіжіне күбірлеп қояды да, осы бір қарығы ашылмаған Қарабайталдан да артық тұтқиылдан тиген сары уайымның жанына тікендей қадалған енді сезгендей. Өстіп өзегі өртеніп күйіп жанып келе жатқанда көз алдына жалғыз қызының жаутаңдаған қос жанар көлбеңдей қалды. Айым күнім деп, ботам деп әлпештеп өсірген бақыт гүлі орта мектепті былтыр бітіріп айдай бойжеткен болған. Бітіре сала жоғары оқу орнынан жол болмаған қызын биыл төлемді оқудың біріне түсірем деп жүргенде аяғы астынан аяғының ауыр болып қалған Ақжол көпке дейін білген де жоқты. Білгеннен кейін де өзінің қолынан келгені шамалы. Әйтеуір бәрінің жымын білдірмей жылпылдатып жүріп ыңғайлаған өз әйелі Ағайша болатын. Ыңғайлағанда небір жетістірді дейсің. Өзінше ел көзіне көрсетпей қызын қалаға алып кетіп босанған соң балпанақтай ұл баланы біреуге бере салғанда түк көріп білмегендей қайта ертіп келген. Ақсақал қарияның айтқандарынан кейін Ақжолдың ішіне жылан жүгіргендей болғызған да осы оқиға. Ақымақ қатын деп өз әйелін өзі іштей сылап келеді. Ағайшаның ойынша ауыл қатындарының табасына қалмау керек екен. Жақсы жар тауып, жырғаулы тұрмыс құру керек екен. Сол үшін де жарық дүниеге жазықсыз келген жас сәбиді ана аузынан айырып, лақтырып тастай салу оған шыбын шаққан құрлы көрінбеген. О тоба, қандай қатыгездік, қандай ақымақтық. Мені не қарабасты, неге араша тұрмадым, неге жөргектегі жас нәрестенің обалына қалдық. Қазақтың осы бір ұяты құрғырдың да шегі бар емес пе? Осы біз табиғи заңды шындықпен ұят деген ұғымның ара жігін неге ажырата алмаймыз? Осы біз жан біткеннің бойындағы нәпсі қасиетін, нәрестелік болу мейірім сезімін неге түсінбейміз? Осы біз ана сүтін тата алмай тастанды болып жатқан талайдың ертең кім болып шығатынын неге ойламаймыз? Осы біз неге деген сан сауал, сан алуан ойлар Ақжолдың алқымына тіреліп, тынысын тарылтып келеді. Жал құйрығы сусылдап, шапқан сайын қыза түскен қарагер тізгін тартпаса өздігінен бәсеңдер түрі жоқ. Күтімде тұрған аттың көптен бері ашы терінің ағылып, бойының балқығаны, адымының ашылғаны осы еді. Ұлан байтақ сарыарқаның ақ селеуі мен көк шалғыны аралас желкілдеген кең жазиралы даласынан ескен салқын самал ғана ат үстіндегі Ақжолдың жанына сая болғандай. Жалғыз өзі оймен оңаша жұлдыздай ағып келеді. Кенет оның санасына тұтқиылдан тағы бір ой сап ете түсті де жоқ деген дауысы қатты шығып кетті.
сәл ойланып барып осы сөзді тағы бірнеше мәрте қайталап өзін өзі қайрай түсті. Енді мен бұлай іштей өртеніп жүре алмаймын. Ол баланы қайтарып аламын. Қайтсем де іздеп тауып аламын деп тістеніп жіберді. Осы оймен, осы шабыспен қарагерді қара сүмек қып жеткен Ақжол атты байлай сап үйіне кіре бере алдынан қарсы келген ақ Айшаға аюдай шүйлікті. Қамшы ұстаған қолын көтере жаздап әзер тоқтатқан. Күйеуінің қара түнек кейпін байқаған әйелі де тіксініп қалды. Не болды саған? Bir жерің ауырды ма? Байталың табылмады ма? Ақымақ, сен ақымақсың. Үйбай-ау, есің дұрыс па? Оны мен қорадан шығарып қуып жіберіппін бе? Байталың құрысын, онан әрмен кетсін. Мен мына сенің ақымақтығыңды айтамын. Сен кет әрі деп күйеуінің қаһарынан Ғайша тайсай бергенде ар жағынан Бақытгүл де жетіп келген. Әке, не боп қалды? Неменеге шаң-шұң болып кеттіңдер? Деп жақындай беріп еді, Ақжол екі бетінің қан сөлі қашып жүдей қалған қызын құшақтай алды. Көзінің қарасына көлкөктей қалған ыстық жасты жасыруға тырысты. Ботам, Қарабайтал кеттік келмеске деп жалтарған болды.